Бәріңізге ассаламалейкум. Қазір сіздерге мына құрғақ ашытқыны қалай жібіту керек екендігін көрсететін боламын. Ең алдымен мынандай ыдыс алып алыңыздар, весыйға қойып, құрғақ ашытқыны бұл жерде 60 грамм ішіне төгіп, оған 20-25 грамм салқын су үстіне құясыздар дағы қасықпен араластырасыздар. Жақсылап осылай араластырғаннан кейін крышкасын жауып, тарелкамен 15-20 минутқа қойып қоясыздар. 15-20 минуттан кейін уже кәдімгідей бірігіп қалады су мен ашытқы. Оның үстіне 50 грамм ұн қосасыздар. Мына жерде мен кішкентай ыдыс алып қойған сияқтымын, сондықтан да ыдысты ауыстырдым. Енді бұның үстіне 50 грамм салқын су құямыз. Краннан ағып тұрған, иә. Сөйтеміз дағы жақсылап араластырыңыздар. Ішінде дұрыс ерімеген бөліктері бар ашытқының. Олар тұра-тұра өздері ериді. Жақсылап сонда да араластырыңыздар. Прям каша сияқты болу керек, густой каша сияқты. Енді бұны томаттың ыдысы бар ғой, осындай кішкентай. Соған саламыз. Ол көтерілген кезде, екі есе көтерілген кезде қатты дәу болмайтындай ыдыс алыңыздар, иә, осындай. Сөйтіп крышкасын қатты бұрамай, жай ғана жауып қоясыздар. Мына жерінде тұр, екі есе көтерілгенде крышкасына шейін жетіп қалады. Енді крышкасын бұрамаңыздар бұлай. Наоборот, әшейін жабасаңыздар дағы 24 сағатқа қойып қойыңыздар. 24 сағаттан кейін ол екі есе көтерілгенде нан илейсіздер. Міне қараңыздар, арада 17 сағат өтті. 17 сағатта закваска уже осылай көтерілген. Өз бойынан екі есе көтеріліп қойған негізі, бірақ ровно 24 сағат тұру керек, иә. Кешкі 4:30-да кеше қойғанмын, бүгін кешкі 4:30-да бұл ашытқы дайын болады. Ровно 24 сағат болады сол кезде. Оған дейін қолданбаңыздар, иә. Күтіңіздер кішкене. Негізінде өз бойынан екі есе уже көтеріліп қойған.